Қандай күшті дейсің? Қайырлы күн, барша радио тыңдармандар, Астана радиосының тыңдармандары. Бүгін жұма, әдеттегідей кейіпкер бағдарламасы тікелей эфирде. Әр жұма сайын біздің студияға ерекше қонақтар келеді, ерекше тұлғалар келеді. Бүгінгі жұмада сондай ерекше тұлғаны біздің студия қарсы алып отыр. Біздің студияның қонағы бүгінгі ерекше тұлға, тағы да ескеріп айта кетейін, режиссер Жансая Көпбаева. Жансая, қош келдіңіз біздің студиямызға. Қош келдік. Жансая маған жаңа эфирдің алдында айтады, мен не айтамын, жүрегімді ашайын ба, лайфстайл түрінде болады ма деп. Әрине біздің бағдарлама сондай ерекше тұлғалардың ар жағында жатқан сырды барынша енді қолымыздан келгенше осылай сырласу, оны радио тыңдармандарға жеткізу, және де әрбір келген кейіпкердің өзінің бір өмірлік миссиясы болады. Ол миссия көбіне кәсібі арқылы ашылып жатады. Сол кәсібі арқылы ашылу арқылы тұлға өзінің бір өмірдегі тағы да қайталап айтайын, миссиясын бір орындайды деп ойлаймын мен. Сол себепті біздің әрбір келген қонағымыз өзінің осы дара жолын айтып кетеді, айтуға тырысады. Әрине эфир уақыты шектеулі, сонда да барынша тырысамыз. Сол себепті Жансая, бүгінде біз сізден бір сондай ерекше тұлғаңызға жататын, ерекше тұлғаңызға даралық болып есептелетін жолыңызды білгіміз келеді. Тағы да қош келдіңіз студиямызға. Рахмет, Бибігүл. Жалпы мынау жаңа жүрек не туралы болады сырласайық дегенде, мына жүректі ашайын ба дегенде, бұл жүрек түсірілім кезеңінде жаңа плейбек дейді ғой. Біз жаңағы режиссерлардың сол кезде ашылады да бұл жүрек. Ал енді қалған уақытта жаңа өзіміз камера сияқты қарап жүреміз ғой, сүйсініп жүреміз дегендей ғой. Жақсы тырысып көру, мына тырысып көру деген керемет екен. Бүгін жұма ғой, жұма, әмбе, таң, дала әппақ, жаңа бір қызық оқиға болды. Адамдар, жалпы сіздердің тыңдармандар, жалпы адам айнаға қараған кезде осы қыстың күні адам ағарады. Неге ағарады десеңіз, жердің беті әппақ болады. Өздеріңіз байқасаңыздар, адамның бет әлбеті ағарады. Сосын мен ойлаймын кейде, мына Астананың жалпы бір жақсылығы, бұл қыстың ұзақ болуы, және адамдардың аққа құмарлығы, және бүгін енді бір жұма деген жалпы өзім үшін бір кішігірім жаңағы ораза айы сияқты аптаның бір жақсы бір ғаламат күні негізі. Сондықтан сізге Алла разы болсын. Құдай сізбен бірге. Енді бісміллә деп бастасақ бастайық сырласып. Әңгімемізді бастайық дейсіз ғой. Жалпы айтайын деген, сұрайын деген, енді режиссер болу, ол кез келген адамның қолынан келе бермейді. Себебі бір адамның ішінде жан дүниесі, ішкі дүниесі, жүрегі лүпілдеп тұрған адам ғана өзінің ішіндегі сырын сыртқа шығару, қоғамға жеткізу, өзінің замандастарына, өзінен кейінгі ұрпаққа жеткізем деген адам тек режиссер бола алады деп ойлаймын. Себебі ол да бір тылсым дүние сияқты. Өзіңіз осы мамандықты бала кезден армандадыңыз ба? Әлде осы жүре келе белгілі бір жастыққа келген кезде болам деп шештіңіз бе? Өте күшті сұрақ. Режиссер деген, енді әр нәрсенің, әр мамандықтың да өзінің бір киесі, өзінің бір миссиясы болады ғой. Жалпы адам ананың құрсағында жатқан кезде мен осындай болам деп ойламаса керек. Жалпы енді мына тек деген болады, қан деген болады. Менің атам жүзбасы болған адам ғой. Ал әкемнің шешесі жаңағы бидің ұрпағы. Сондықтан да ол сол жақтан келген, жалпы мысалы бөлтірік шешен кешегі Қазыбек би, кешегі Бұқар жырау мысалы, ол қазіргі саясаттанушы дей ма, политологтарыңызға лекция оқи алады. Мысалы, ол кезде мүмкін онда жаңағы Бабилонның жаңағы немесе үлкен кітапханаларға ол кісінің ол кезде енді басқа заман, интернет жоқ, Google жоқ, сонда ол текпен келіп тұр ғой. Мына қазақта жалпы мынау 7 атаға дейін қан қоспайтындығы өте керемет.
Философияда мен кейде бұл біз ғана емес, бір 7 мемлекет, осы бүкіл әлемде 187 мемлекеттің ішінде осы ұстанымды ұстайтын елдер бар екен. Мына қан тазалығы деген адамның жалпы жан тазалығы, жан мен тән бірге ғой. Екеуі де ақылды, екеуі де бір-бірімен сөйлеседі. Сондықтан да жалпы режиссура деген нәрсе, ол мен жалпы режиссер болам, ау, мен режиссер мынау деп ойлаған емеспін. Ол бір сол өзі солай болды. Мен оны қазір мен осы режиссер мынау деп. Енді ол бір әншілер болады ғой бізде, мысалы, үн беріледі, күйшілер бар. Секен аға бар, мысалы, жаңағы Тұрсынбеков та, мысалы, жаңағы Қайрат аға бар да. Сондай бір қазіргі бертіндегілерді айтам. Оларға солай үн берілді ғой. Сізге де, мысалы, Бибігүл, мына бір үлкен жаңағы кейіпкер деген бағдарламаңыздың аты күшті да. Шекспир айтады ғой, мы все, как бы, жизнь театр, мы все актеры деген сияқты да. Және мынау бір жағынан терең, бір жағынан тап тұйнақтай әр адамнан бір жаңағы кейпін тану сақылды, сондай бір әдемі дүние да. Сондықтан да режиссураға мен енді қалай келдім? Былай айтқанда енді осылай сөйлеймін, кейде айтады, сіз неге өйтіп айтасыз деп. Қалай болса солай келдім. Қалай болса солай деген ол күшті нәрсе. Мені режиссураға құрақ көріп әкелген шығар. Мені режиссураға өзімнің туған әкемнің көзі көрмеген менің. Көзі ол үлкен ұлы математик болған кісі. Қазақ мектебін ашқан. Сонда өткенде бір асын берген кезде өзінің шәкірті мына қазақ мектебін ашқан кезінде, Қонаевтың кезінде Баян Ахметова деген апай келіп, бізге дейді сол заманда Вьетнам туралы, Куба туралы лекция оқитын дейді. Сондай бір үлкен кең, сондай әкенің айтады ғой, мысалы, жақсы қыз әкеден дейді. Ол сол жақтан келген шығар. Жалпы мынау әкенің бағытын, бағдарын білген жақсы да. Осы бала кезде енді үйірмеге қатысамыз, домбыраға барамыз, жаңағы сөйтеміз ғой. Сонда мен жалпы мектептің кезінде геометрияны қатты жақсы көрдім. Сосын қызық айтайын, Жүмкен Каптановна деген менің математикадан мұғалімім болды. 45 минут сабақтың есеп береді ғой, бақылау деген. Соның 3 есеп береді. Соны мен өткенде таң қаламда 45 минуттың мен 15 минутынан 3 есеп шығарып тастайтынмын. Сосын маған айтатын, сен шық деп, мен шығарып жүретін. Сонда сол мынау суретші болу, ол жалғыз болу, және жалғыздығыңды түйсіну, Құдаймен сөйлесу шығар. Сонда мен мектеп кезінен қалған 30 минут бойы мектеп 2 этажда кішкентай ғана ауыл ғой. Сонда жалғыз өзім жүретінмін. Сонда ол кезде мен істедім, мен далаға шығам, жаңағы мектептің ауласына жүремін. Өйткені ана жерден айтады ғой, бір жақсы теңе бар ғой, белая ворона деп. Сол өзіңмен өзің енді бірге оқисың ғой. Бір мектепте оқисың, біз 9 бала оқыдық. 9 бала оқыдық. Сонда сен шығып кетесің, сенен көшіргісі келеді. Менен көшірмес үшін, сонда мана шығарып жібереді екен ғой. Шығарып жібереді, мен беріп қоямын, көңіліне қарайсың, ақ көңіл болған жақсы ғой. Сондай сол геометрияға жақсы сүйсінуім, және мен өзі 11-ші баламын ғой. Мен туылған кезде өзі бәрі уже как бала, ойбай, мынау бала деген ондай қатты көңіл күй болған жоқ. Ол кезде ата-ана да басқа ғой. Енді сіздің алдыңызда 10 бала болған. Олар әбден ата-ана болудың жаңағы мәртебесіне еленіп сөйткен кезде маған мені тәрбиелеу оларға оңай болды. Олар да үлкен жаңағы тәжірибе болды деп айтса болады. Және әкемнің көзі көрмегендіктен кітабын мен оқитынмын. Кішкентай болып аласапыран оқып отырасың, өзің түсінесің, түсінбейсің, бірақ оқып отырасың, дауыстап. Аласапыран. Мағауин енді мен ол кісінің жиенімін ғой. Ол кісінің кітабының тілі ауыр енді балаға. Сонда енді әкенің көзі көрмейді, сен оқисың сонда үлкен кітаптарды. Үйде қанша кітап бар, соны дауыстап, кәдімгі бүйтіп, фильмдерде көрсетеді ғой, әкесіне кітап отырады. Солай, ол бірақ мен оны түсінбеген шығармын кезінде, бірақ ол ми деген керемет нәрсе екен ғой, банк сияқты. Ол қалады екен іште. Соның кезде бір материалға барған кезде тас түйін болып, осы материалды жаңағы нар тәуекел, осы материалмен сырласып көрейінші деген кезде, анау бала кезде түсінбесең де түйсігіңде қалған сөйлемдер ұшып келіп қонып, саған көмекке келіп отырады екен. Сол нәрселер, сосын Жүргенов академиясына оқуға барып түс деді ғой. Кім айтты? Әкем айтты. Менің өзі қызық. Соны Жүргеновке келдім. Әкім Тарази деген біздің қазақтың алғашқы тұңғыш кино сценаристі, Тұлпардың ізі деген, жаңа Арман Атаман деген кеңес өкіметінде, мысалы, сол қысымда жүріп, жаңағы 70-ші жылдары көп фильмдер шықты ғой, мына Қыз жібек шықты, Мен атым Қожа, Қарлашын неге айыр деген. Алтын дәуірі болды.
иә, сол кезде Камал Смайылов аға екеуі отырып, Ғабит аға бар ол жақта, сөйтіп отырып, сол кісі сол кезде қазақ, жаңағы ол кезде қазақ фильм деп аталмайды, сол жерде отырып бұл кісілер үлкен фильмдер жіберді ғой. Және ол кісі де жаңағы киногер ретінде, киносценарист қана емес, киногер ретінде, және сол ұстаздың бір несі, бағыты. Жалпы мына айтады ғой, келіннің бетін кім ашады, сол ыстық деп. Ағайдың біздің шеберлігі ғой, адам танылығы ғой. Өздеріңдер жазыңдар дейтін. Маған бүйтіп айтатын, Жансая, сенің үлкен материалың бар деп. Амаркорд деген фильм бар ғой, Амаркорд, по-моему, иә. Кімнің, Феллинидің. Соның атында не бар қазір, жаңағы өзінің өмірбаянынан жазған жаңағы Феллинидің фильмі. Сол сияқты Жансаяның сондай фильмі, ол оның әкесі дейтін. Өйткені ол солай болды, солай келді, және бұл режиссерға тағдыр керек қой. Сол бір кезеңдер болды, тағдыр іздеп жүрдік. Тарковский айтады да, адам қызық дейді, өмірге келеді дейді, әкесінің өмірін қайталауға маңызды емес дейді. Бірақ та ол сол өзінің өмірін сүру керек дейді. Бірақ өзінің өмірін сүріп атқанда қартайып кетеді дейді. Сосын оның артынан тағы лек келеді дейді. Ол да өз өмірін сүрем деп жүрген кезде тағы қартаяды дейді. Өзі өмір қызық, домалақ дейді. Иә, домалақ дейді. Енді ол кісі христиан ғой. Енді біздің жаңағы ислами тұрғыда айтсақ, біздің дүниетаныммен ол бір домалақ қой. Қазақтың дүниетанымы кең ғой. Күн домалақ, сіздің қазір жұма сайын пісіретін шелпегіңізде домалақ, оның бәрі үлкен философия. Дөңгелек, иә. Бізде бір ондай ұшқыр жаңағы андай бір агрессивті нәрсе жоқ. Өте сондай жұмсақ адамдармыз. Дала философиясы өте үлкен философия. Ол бір зерттелетін дүние шығар. Ол мысалы, мен жаңа айттым ғой, Жеті ата, жаңа дала философиясын, жалпы мынау тұлғалықты әр нәрсені мына біздің шетелге барып оқып жүрген азаматтар формуланы алып келді ғой, солар соны қағазға түсіріп, мына дүниені реттеп, бүкіл әлемге таратса, қандай күшті. Мысалы, көп ана жаңағы даун балалар азаятын еді, көп аурулар азаятын еді, да? Қазақтың әлемге беретін дүниесі бар. Мәшһүр Жүсіп дұрыс айтады, оның әрі айтатын әңгімесі бар деген сақылды келтіреді ғой. Шынымен де қазақтың жалпы мына үлкен әлем ретінде дөңгелек жаңағы бір планетадамыз ғой, жер планетасы ма? Соған айтатын дүниесі жақсы дүниесі бар. Мысалы, жаңағы мен өткенде бір айтып едім ғой, жаңағы Бақара сүреде айтады, сендерді әртүрлі қылып жаратты, қызық болсын сендерге деп. Ол басқа сүрелерде де қайталанады, мысалы. Сонда қарап тұрсаңыз, сонда қазақтың реңі ғой, реңі әлемге керек деп ойлаймын мен. Әлемге керек, басқаша. Мысалы, қараңызшы, мына қызық, жаңа режиссерға қалай келдіңіз деген, мен біраз жерге кетіп қалдым ғой. Әкем айтады да, жай ғана қарапайым, бір бәйгеден келген, бір бәйгеге қатысқан бір жылқы болды дейді. Ой, сондай мінезді. Сосын мен енді бір жаңағы дұрыс құлагер сияқты аяғында несі болды да, жаңағы бір жарақаты болды да. Сосын енді оны не істейді? Обал қылмай жемге байлады, соғымға. Сосын менен сұрайды, қандай жүнінің түсі қандай, терісінің түсі қандай дейді. Сізге мысалы болмысы ұнайды ғой, ол жерде детальға көп қатты көңіл бөлу бар. Сонда оны қарап тұрсаңыз, әкем тәрбиелеген ғой режиссер қылып. Сонда мен келемде жаңағы жүнінің түсі жылтырап тұр деймін. Ол дегеніміз уже жаңағы май біткендігі ғой. Ана бүкіл жылқыны сипаттап келем. Қызық, е? Сол кездерде бір 90-шы жылдарда ғой, енді біздің балалық шағымыз өткен. Сонда бір көшеде свет бар, бір көшеде свет жоқ, жарық бар, біресе жарық жоқ. Сонда арасында жаңа кино көреміз ғой. Сонда менің бала кезімдегі қызық нәрсе, мен телевизордың бастығы деген атым болатын. Күшті кино аты телевизордың бастығы. Иә, жаңағы болыватқан дүниені қарап күшті кинолар болады. Сол кинолардың бәрінің жаңағы кішкентай трейлерлерін көріп аламын да, бірақ мен айтамын, мына кино көреміз бүгін деймін, бәрі соны көреді. Қызық, сіз таңдап бересіз. Таңдап береді екен. Мен сондай бір өзімнің қосалқы жұмыс тауып алған адам болған ғой енді. Сосын кейін бізде үлкен бір алма бағының ортасында өстім. Менің балалық шағымның ең керемет дүниесі алма бақтың ортасында өстім. Алманың не екенін мен 100% білемін. Оны қалай сақтау керек, оны қалай ұстау керек, оны қалай, мысалы, мынау қазір қарашада піскен, қарашада жаңағы не бар ғой, енді ол кезде жаңағы қазіргідей бүкіл дүкендер толып тұрған жоқ ештеңеге. Сонда алманы біз сақтаймыз, сақтау қоймасына. Содан сол алманы менің туған күнім 1 наурыз соған дейін жеуге де апарады, жеткізеді ата-анам. И сол жердегі бүкіл жұмыстың үйлесімін. Сонда сол алманың ішінде жаңа оның гүлдеуі бар, оның жеміс түйуі бар, оның жаңағы пісуі бар, оның жерге түсуі бар. Иә, ал енді алма деген қайдан келді бізге? Алма ол адам атамен Хауа анамен байланысатын символ.
Сонда мен қарап тұрсаңыз балалық шағым сол бір символизмнің ортасында өскенмін ғой. Және маған өткенде осы радиоға келгенде Жадыра Жұмалгүлбай деген сіздің әріптесіңіз Қазақ радиосында Жансая осындай да істеген, қойда баққан, ана ауылдың мен сол кезде ұялдым айтуға, бірақ мен ондай бір қызметім болмаған. Мен өте еркін өскем. Кенжесі болғаннан кейін үйдің бір басында 10 ат болды. Соның біреу Кенжекей дейтін. 8 қыз, 9 қыз біз үйде. 2 ұл. Сонда айтатын, шешемнің аузына Құдай салған ба білмеймін, 8 қызым бір бөлек, Кенжекейім бір бөлек деп. Сөйтіп өсірген, бір сондай бір махаббат, бітпейтін мейірім. Сіз байқайсыз ба, менің табиғатымда сол бар ғой. Бар. Бүкіл дүниеге еркелеп жүрмін әлі күнге дейін. Шын. Сіз келе жатқанда байқалады. Иә. Бір күле бер, өйткені солай өстім. Ана қазақтың бір философиясы бар ғой, 5 жасына дейін қызың балаңды хандай өсір, одан кейін дос қыл, одан кейін сырлас бол дейді ғой, жаңа қолыңдай жұмса дейді ғой, сосын барып дос бол дейді. Осы философиямен мен өскем негізі. Шынымен де қолдай жұмсаған кездерім болды, бүкіл шаруаны істеген кезім болды. Өйткені шеше көп ауыра береді, оңай емес қой. Әкенің көзі көрмейді, үйде не тірлік бар, бәрін істейтінбіз. Бірақ қызық айтайын, кішігір еңбекақы төленетін маған. Кім төлейтін еді сонда? Ағаларыңыз ба, әпкелеріңіз бе? Папам, әкем, Жансая осыны істеді. Ол еңбекақы қалай білесіз бе? Сайын Мұратбектің шығармасы ұқсап, аяны ұқсап айтайын. Жаңағы соғымды реттеу керек қой. Сол жасап келесің. Сосын сол соғым сойылады. Сондағы бүкіл керемет шүйгін еттер мен сүйектерді мен мұжимын. Сосын ақыңыз болды. Қандай керемет мотивация негізі. Былай қарасаңыз, мен бұрын кейде ойлайтын, осы авторлар неге сол өзінің табиғатында, өз өмірінен шыға алмай жүреді. Кең дүние көп қой десең, ол әлем сол өзіңнің ішінде ғой, сол ішіңдегі нәрсемен жаңағы сенің сыртқы болып жатқан дүниең жаңа тағы да айтамын, шеңбер дөңгелек нәрсе екен ғой. Өмірді түйсінуді енді әкемде жоқ, шешемде жоқ қой, жатқан жер жарық болсын. Осы жұма күні негізі әдет жасап алдым өзіме, екеуінен енді жаңағы Құран бағыштап мешітке барып, жаңағы имамдар оқиды ғой қазақтар, соған сол нәрсемен ғана өзімді солардың баласы екенімді сезініп, бір қазақтың өзінің дәстүріндегі дүние ғой. Баяғыда ауылда мен ол маған қалай келді білесіз? Ауылда баяғыда жұма күні о кезде бір керемет еді ғой. Үлкен кісілерде ақсақалды ақсақал, апамыз апа, әжеміз әже еді ғой. О кезде бір мынау сансыраған дүние жоқ еді. Сонда келетін, сендерге кіріп кетейін деп едім, үйлеріңе Құран оқытып кетейін деп едім деп үлкен кісілер келеді. Әкеммен шешеммен үлкен апалар келеді да, есік ашық қой. Сол келеді де, ана үлкен жаңағы атасымен енесі, жаңағы мен шешемнің де, әкемнің әкесі, соларға Құран оқытайын деп мына үлкен кісілерге осы шаңырақтағы дейді. Сонда қарасаңыз, қазір ұрпақтар сабақтастығы, рухани жаңғыру деп өте өмірді күрделендіреді негізі. Соның бәрі сол ауылдың философиясында болды, мен сонымен өстім. Менің шешем кәдімгідей ұзатылған, шымылдықта отырған 16 жасында. Ойлаңызшы, 16 жасында әкеме ұзатылған. Және екеуін үлкендер қосқан. Кейде ойлайтын, мен ойлаймын кейде мына этнографияға, жалпы мына қазақтың табиғатына неге мен жақынмын десем, менің әке шешем соны маған кино сияқты көрсетіп, сөйтіп тәрбиелеп өсірген ғой. Сондықтан да ол мен режиссер болған қалай келдім деп кейде ойланған кезде, кейбір режиссерлар былай айтады. Мен жазғым келмейді, жазғым келмейді, сондықтан да режиссер болдым деп сөйтеді. Жалпы ол ойлаймын, Микеланджело болсын, басқа, Мане болсын, мына біздің жаңағы режиссерларымыз, ақсақалдарымыз болсын, мен режиссер болайын деп қызығушылық болғанменен, ол Құдайдан келетін, жаңағы жанарда, түйсікте дүние шығар. Сонда жаңа Тарковский айтады, әлем өзі сондай не идеальный ғой дейді, сондықтан да өнер керек дейді, идеализировать ету үшін деген сияқты ой айтады, пайым айтады. Оның ар жағында ол, мен ойлаймын, қазақша біздің тілде айтқанда, жеті атасына қан араластырмайтын қазақ өте позитивный халық қой, өте. Сонда мен ойлаймын, біздікілердің айтуынша, бұл не айтып жатыр едім, ойым бөлініп кетті ғой. Жалпы сіз бала кезіңізден бастадыңыз. Міне есіме түсті, мұң. Өнердегі адамға мұң керек. Не идеальный деді ғой өмір. Трагедия дейсіз. Трагедия емес, мұң. Бір мұң сенің ішіңдегі шықпай қалған сезіміңді, сенің шықпай қалған сүйіспеншілігіңді, мен айтайын, Аллаға шүкір, мен соны шығаруды үйрендім.
соны шығара білу дейсіз ғой. Соны шығаруды үйреніп келе жатырмын. Ішімдегі дүниені, ішімдегі сезімімді, ішімдегі дүниемді, соны жаңағы экранға ақыры өзіңіздің шығармашылығыңыз арқылы шығарып келе жатырсыз. Иә, осы режиссурамен шығарып келе жатырмын. Жауап бердім ба? Жауап бердіңіз. Керемет бір жауап болды. Енді біздің радио тыңдармандарға да ұнады деп ойлаймын, себебі бір сондай бір философиялық жауап болды. Себебі нақты сұрақ қойған кезде көбіне кейіпкерлер нақты жауап береді. Сіз айтқандай, мысалы мен жазғым келмеді, болмаса белгілі бір адам әсер етті. Абай 40-шы жолы сөзін білейін айтады да, басында айтады, біз не көрдік, не көрмедік дейді. Ең соңында бәрі бекер, ештеңенің мағына жоқ, тек қана махаббат деп бітіреді. Ойлаңызшы, ал махаббат қайдан келеді? Ол Құдайдан келеді. Адам не үшін адамға беріледі? Сол Құдайға деген махаббатты түсіну үшін беріледі. Мүмкін. Қызық. Ол жалпы мысалы мен кейде мұңайып тұрған құрбыларыма айтамын да, сен білесің ба, Ван Гог әлемге көк пен сары түсті әдемілеп беріп кетті, салып кетті. Жаңа метафизика деп жүр қазір заманда. Сол Ван Гогтың шығармасында бар ғой. Ол басында қаралау қылып сала бастайды да, соңында Құдайын тауып кетеді. Ал енді Моцарт, менің ең сүйікті досым Моцарт, Құдайдан келеді, бірақ ең соңында әттеген-ай реквием жазып қояды. Өтіп кетеді ана линиядан. Түсінесіз бе? Сондықтан да бұл егерде шынымен де суреткерлік, суретшілік Құдайдан келген дүние, шынымен де деп әдейі өзіме көп алмас үшін 3 нүкте қойып отырмын. Әлі де өмір бар ғой, әлі зерттейміз. Бүгін былай ойлаймыз, ертең былай ойлаймыз. Бұл енді Құдайдан келген дүние болса, бұның дәреті дұрыс болу керек. Бұның жаңағы жүректің ашылатын жері де дұрыс болу керек. Және кішкене қазақтан жақсы айтқан дүние ғой, сақтансаң сақтайды деп. Бір сақтық керек. Және бұны бір үстіне жаңа қарапайым қылып топырағын шашып ұстау керек деп ойлаймын. Енді жалпы мысалы өзімнен кейін келе жатқан жастар болсын, жалпы өнерге жандары сүйіп, өнерге ғашық болып келген адамдар болса, осы дүниеге қатты өз-өзін ұстау керек. Сол жағынан ұстаным дейді ғой, ұстанымы керек әр суретшінің. Содан мысалы маған жаңағы көп адамдар айтады, мысалы сіздің жалпы мынау режиссермін деп қана айтасыз, жазған кезде сөйтесіз, сіз оны көп жасырасыз бойыңызды. Неге деп көбісі ашуланады кәдімгі достарым. Сіз неге үлкен полный метрға бармайсыз, неге сіз тарихи фильм түсірмейсіз дейді. Мен кейде ойлаймын, ол жаңағы сол мына Әмен Хайдаров 44 жасында түсірген ғой, бірінші анимациялық фильмін. Режиссер деген ол жақсы ғой, албырттық, жастық, ол Құдайдан келген нәрсе болғанмен, егерде сен режиссердің әртүрлі формасы бар ғой, соның Сәкен ағаның интервьюінде бар, мысалы сұхбатында айтады да, мен мына қарапайым жаңағы көрермен, мен де түсіре аламын деген сияқты түсірген ұнайды маған. Мен жаңағы авторлық режиссерлықтан көрі осы маған кішкене келеді деп. Өйткені шоқпен шерт жазғаннан кейін оған ұнамай қалған ғой, жылқы туралы жазған, мұң жазған, бірақ ол сондай болып шыққаннан кейін бұл кісі айтады, мен содан кейін өзім барып өзімнің дүниемді өзім түсіруге тырыстым дейді. Жаңағы Аморкорд, Құдай-ай, осы қызық қазақ болған соншалықты шетелдің кейбір терминдарын жаттағым келмейді, өзім былғағым келмегендіктен ба, білмеймін, әдейі қарапайымдылық ретінде актерлік ойыным ба, басты құлақты деп сөйлегім келмей бүйтіп отырамын да, қазақшалай алмағандықтан, ағылшын сөздерін. Сонда жаңағы көзімнің қарасы деген шығармасы бар ғой Сәкен ағаның. Сонда ол жаңа өзінің өмірбаяны, өзінің Аморкорды дейді ғой. Ол бұл дүние не үшін айтып отырмын, бұл Тарковский кім бар ғой, Данелия деген бар, грузин режиссері. Соның Негорой деген бір фильмі бар, сонда қызық нәрсе бар. Сонда өзінің өлімін өзі, мен осы күні өлем, менің жаназамды өзім отыруым керек деп, сондай қыз өтте сондай. Енді ол кезде енді Грузия елі өліп аттыпты ма екен, кеңестің жаңағы бір қылышынан қиналып жатты ма, бір ішкі жан дүниесіндегі толқынысы ғой, Данелияның, Сонда бұл шығарманың Параджанов деген режиссер бар, өте керемет. Мен үндесет менің жүрегім Махмалбақпен, Параджановпен, өйткені сен бүйтіп режиссураға келген кезде бір ауыл бар екен, үлкен ауыл.
бірақ ана Құнанбайдың ауылы, Абайдың ауылы, Бибігүлдің ауылы деген сияқты, Бәйдібектің ауылы деген сияқты. Сол бір ауылға өзің ұнатқан сал-серілеріңді іздейді екенсің, ақсақалдарыңды. Сол саған дейінгі болып кеткен жолда сен өзіңнің жақсы көретін, сенімен сөйлесетін, саған дейін бір осы реңде, осы стильде жүрген адамдарды іздейсің. Сол кезде жаңа Параджановтың Нигар үйді көргенде ұнатпады дейді. Сосын мен саған бірақ кейін бір фильмді түсірген кезде ұнатты дейді. Мен саған өзім премия жасаймын деп айтты дейді. Сондықтан да мен бір нәрсеге бүгін қуанып отырмын. Сосын кейін түрмеге түседі, осыны айтады, ол жақсы болды фестиваль, значит маған награда керек емес деп түсіндім дейді Данелия. Соңында жаңағы Параджанов түрмеде жатып, кейін Аве Мария деген бір медальон береді бұған, жаңа Амаркорт деген неде. Сонда сол Аве Марияның дүниесін Параджан түрмеде жатып, ана сүттің бетіндегі фольга бар ғой, содан салып, содан жасап кеткен екен. Сонда ол не айтып тұр? Суреткер үшін керек, суреткер үшін маңызды. Мен бүгін ризамын, Бибігүл, сіздің де жүрегіңіздегі суреткерлігіңізге мені танып, мені жүрегіңізбен танығыңыз кеп, жүрегіңізге өткізіп, жүрегіңізбен қарсы алып, мені мына қып-қызыл микрофонның алдына отырғызғаныңыз үшін. Алла разы болсын. Жансая, көп рахмет. Эфир уақыты шектеулі, өкінішке орай сізді тыңдай бергім келеді. Мен де емес. Я, сіз мені төлетпеңіз көп. Тарс еткізіп алып кетіңіз. Жалпы біздің тыңдармандарға да бүгінгі тақырып, бүгінгі кейіпкер ұнады деп ойлаймын. Рахмет, Астана радиосының радио тыңдармандары, келесі жұмаға дейін. Сіз бұл біттік пе біз? Біз біттік. Жансая, көп рахмет сізге. Жақсы, мен енді түйін ретінде айтайын. Енді кейіпкер дегеннен кейін мен жалпы ойлағам кеше, бірақ бүгін осылай болды дүние. Жалпы мен өз кейіпкерімнің, әр кейіпкерімнің ішінде өзім бармын. Және әр кейіпкерімді өзім жақсы көремін. Егер менің шығармашылығым сіздерге ұнап жатса, менің кейіпкерімнің ішінен іздеңіздер бәрін. Сіздерге айтатын мұң да бар, сіздерге айтатын махаббат та бар, сіздерге айтатын дүниенің бәрі сонда бар. Bir ғана көңіліме қуаныш, болмыс деген жоба маған келді. Мен онымен сырласып жүрмін. Сондықтан да бұл кейіпкерлерін әдебиет, өнер, жаңағы сурет өнері сықылды бір жақсы кейіпкерді осы үлкен сандыққа тастап кете алсам, онда мен арманыма жеткенім. Рахмет. Рахмет, Жансая. Сізге рахмет, Бибігүл. Алла разы болсын. Аман болыңыз. Жаным.